Сәлем арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің радиоларым? Бүгін көңілдеріңізді комментария қашқын ұпаңыздар. Бүгін мен сіздерге далгажданны бір күшті бір пранк түсіретін боламын. Сіздердің қояқтарыңызда Зизи және де Красопетка. Мен қазір Красопетка мен Зизиға пранк жасайтын боламын. Өзіме ғана магазинге барсам өзіме ғана алып оларға алмаймын. И олардың реакциясын көретін боламын. И типа мен Мұстафаға ғана аламын, и өзіме ғана аламын. Біз қазір анда компания болып жүрміз. Мұстафа, Зизи, Красопетка төртеуміз. Мұстафа ұйықтап қалды. Қазір ана жерде ойнап жатыр. Шрек сондайлармен. Поэтому мен видеоны басталайын деп шештім. Қазір ең бірінші ана жерде ойнап аламыз, наверное, ойнап алады. И потом біз магазинге кірген кезде өзіме ғана сок, өзіме ғана бір тәтті аламын. А оларға ештеңе алмаймын. Поэтому бүгінгі видео өте қызықты болады. Сіздер осы видеоға ұнатпаңыздар. А біз видеомызды бастаймыз, кеттік. Міне Мұстафа ұйықтап жатыр. Мына жерде мынандай статуалар бар ғой, сол жерде. Анизире кетті. Фатима кетті, екеуі кетті. Шрек сондайларға, панда сондайға баруға. Мен Мұстафаның қасына отыра тұрып, сіздер барып көріп алыңдар деген ғой. Қазір қастарына барайын енді. Короче, менде сонда план оларды амделять ету. Типа екеуін амделять ету. Екеуі маған митинг жасамаса болды бірігіп. Достар, Зере Полоталава түсіріп жүр. Біз қазір, короче, мынандай биогруптың осында пешкасына тоқтадық. И қазір қасына магазин бар да бір. Содан өзімен кішкентай сок, тағы бірдеңке алғым келіп тұр. И оларға типа ештеңке алмай. Көреміз реакциясын. Возьми сок, не знаю, какую-то шоколадку возьму и посмотрим на их реакцию. Фатима, Зере Мұстафаға қарап тұрыңдар, мен қазір магазинге барып шығайын аман. Оянып кетпесін. Достар, аллергиям жесткий, пшылдап, скоро нормально не могу дышать, это пипец. Так, наверное, осындай бір сок аламын. Бірақ осындай. Сосын. Так. Может, осындай киндер. А сколько стоит этот киндер? Достар, Фатима мамбоны өліп жақсы көреді. Өздеріңіз білесін шығарсыздар, каждый раз. Аружан, мамбо бермейін деп жүреді. Ал зеріңіз любимый осындай фести. Қазір екеуінің реакциясын көреміз. Все, қыздар, кеттік, үйге барайықшы. Что? Вы хотите еще поиграть? Нет. А где нам? Что вам? А нам? Не. О, мама, эй, спасибо. Саған емес, өзіме алдым. Ты больная? Нет, не больная, я себе купила. Я на тебя обиделась. Что? Что я вам сделала? Что я вам сделала? Я просто өзіме алдым ғой енді. Ты все равно в магазин ходила, ты могла нам прихватить. Ну, если бы вы мне деньги дали, я бы вам купила бы тоже. Не болды, Фатима, өзіме алдым ғой сен де маған. Мамамен бөліспейсің ғой? Бөліскен. Мне мама өзіме алған черешнямен. Не болды сонша? Ақша бер, саған алып берем. Тарт ананы. Бір себебім бі басыңды доп сияқты, а? Болды, енді точно берейін саған. Нет, ну, сендер айтсаңдар, мен сендерге алып беретін едім ғой бірдеңке. Біз саған айттық қой, маған аласадыңыз. Қашан? Мен саған айттым. Но я не услышала. Ой, все, ладно, сами потом к себе купите. Кеттік шүйге бараш мен. Бұзақ кеттік. Қазір по дороге надо тәттілем жей салай. Мұстафаның қасында тағы тұра тұрыңдаршы, мен қазір келем. Мен барам. Хadi, алып берем. Алып келем, тұр. Мұстафаға сок алайын. Біз ана соктың бітірін жатың. Сок алайын. Все, достар, Мұстафаға өзім осында бір батамен сағыз қойшы бат алдым, сағыз айдаладым. Сендерге алдым кеттім шайтан. Ажан, я хотела с тобой пойти в магазин. Мен шоқты Мұстафаға алдым, бірақ. Мен бәрін мамама айтып берем. Ой, не болды сонша? Ұмытып қалдым ғой байқамай. Мен бәрін мамама айтып берем. Я же случайно, я же не специально. И то, Фатима, сен анда жақсы көрмейсің. Жоқ, жақсы көрем енді.
Ну, нет, ну реально не специально, қыздар. Специально. Мен просто ойладым сендер қарындарың тоқ шығар деп анау үйден тамақ жеп шықтық қой. Ну, просто қарным ашып кетті мен. А типа у нас нету желудка? У нас типа нету города желудка, да? Достар, мен үйге келсем, Фатима жалбыр жасап жатыр. Зереге маған өзіне алып, бізге алмады. Зереге маған өзіне алып, бізге алмады деген не бұл? Ол Аружан өзіне алды, бізге алмады. Хотя мен оған айттым, Аружан маған бір шөп алсаңшы деп. Ақша жоқ мөлшерінде. Ода көп ақша болған ол. Не алмадың сен? Ақша болмады. Өзіме ғана жетті. Сонда ойбай, не деген эгоистсің, Аружан. Өзіме ғана жетті? Сонда енді мынау кішкентай деп ойламадың ба? Енді мен ақша. Неге вообще алмадың онда? Потому что өзіме ғана жетті. Өзіңді ғана ойлап тұрсың ба сонда, Ару? Маған бір, хотя бір тістетті ма саған? Не алдың сен өзіңе? Маған болмен сок. Берді ма? Бір тістетті ма? Аружан, сен да такой істедің мен өтірік айтып тұрма? Шын айтып тұрма, анау күліп тұр ғой жалаңда. Ол өтірік айтып тұр. Берді ма? Иә, бердім. Бердім. Аружан, не болды? Мен саған сеніп, бүткіл ақшаны саған берем, ылғи алып берсін деп. Неме аспанға қарап тұрсың е қыз? Шаштым. Фатин жинаңдырады. Аружан жинайды, Аружан не істеді ма саған бермеді ма? Нет! Мам, нечестно. Не жалғыз сіңіліне бермеді. Я в итоге поделка істеватырмын. Алайықпа маған вообще. Жоқ, бересің, не кетеді? Мам, потому что это пранк! Ой, дура, айтпайсың ғой. Потому что это пранк, мен специально өзіме ғана зат алып жатырмын. Беріп тұр, ұрсып жатыр, кәдімгідей адам ұрсып. Анан жинап алып попкорнын. Неге мен? Сен де енді басқарың. Пранк қой? Видео ғой. Пранктың құрметіне жинап алып. Нет, пожалуйста. Достар, Фатима стукачкаға барлығын айтып берді, из-за чего мен попкорнның барлығын жинадым, плюс ұстадым вообще. Аружан, ты что, без меня кушаешь? И это бәрі неге берсің? Не естен сығалап отырсың? Не, жеге болмай ма? Енді маған да бермейсің ба кішкене? Так я не обязана. Обязана. Ты дура, я не обязана. Обязана. Ты твоя сестра. Я тебе ничего никому не обязана. Эй! Фу, Теперь моя. Я же тебя снимаю. В общем, достар, вывод. Фатима истеричка и стукачка. Да, Фатима? Фатима наша самая главная истеричка и стукачка. Біздің әлемде бірінші орын алып жатқан ол Фатима. Қазір қайта мама папа. Ама, мен Аружан стукачка дейді деп айтып береді по-любому. Достар, обязательно маған тағы да пранкқа идеялар жазып бақыңыздар. Мысалы Фатимаға, именно Фатимаға, басқа ешкім керек емес, именно Фатимаға бір пранкқа идеялар жазып бақыңыздар. Мен обязательно соны оқимын. Достар, Жазыңыздар, күшті прям. Страшно күшті. Все, достар, уже жазып жатыр. Уже жазып жатыр. Они уже жазып жатыр. Міне жазып жатыр. Міне жазып жатыр. Болды, Фатима, қойшы. Фатима. Кетші, жазбаса жазбайды. Кетші бар. Фатима, не болды? Она меня говорит, что стукачка. Жоқ, өйтіп айтқан жоқ. Соны айтайын ғой, айтқан жоқпын. Астында. Она меня назвала стукачка. Мен айтпадым олай. Ты говорила. Мен айтпадым. Болды, баршы. Өзім бұрамын оны. Өзім бұрамын. Рахмет.
Достар, егер де сіздерге менің пранкымды салып айтпаңыздар. Менің ойымша Зере олай қатты ренжіген жоқ, өйткені Зереге по-любому мен потом бердім. Ну, типа, видео біткеннен кейін біз жолда жасаған кезде мен Зереге скрытно бердім. Фатима біліп қоймасын, әйтпесе білсе. Ты такая, ты наная, ты маная. Тағы да мама сука шетет береді. Мама, или папама, вообще Фатима білмеймін неге оны. Фатима всегда не болса да ең бірінші мамама айтып береді барлығын. Как будто, не знаю, секретарша сияқты. Но вообще это как-то странно, достар, что бүкіл менің движениемді жасайды. А еще, достар, ол мен Фатиманы стукать хотим, өйткені мен алдында телефон қарап отырмын да. Айша маған жібереді бір видео. Мені Фатима скритно түсіріп алған, и соны Айшаға жіберген. Вообще ұятсыз, қалай дәтің барған сенің оған. Ужас. Поэтому Фатимаға жесткий пранктар жасап ұмытпаңыздар. Ал мен видеомды аяқтаймын. Егер де сіздерге менің видеомды танып ұмытпаңыздар. Олай болса, қош сау болыңыздар.